Сәлем достар, бүгін қоян жылы туылған жандарды айтып кетейін. Қазақша күтіп жатқан жандар бар екен бізде. Қоян жылғы туылған жандар. Мінездері өте жұмсақ, сабырлы, салмақты адамдар. Ұрыс керісті жақтырмайды, ондай жерлерден өздерін аулақ ұстауға жақсы көреді. Біреу айқайлап көтеріп бара жатса, үндемей қоя салатын мінездері бар. Мінездері өте ашық болады, общительный болады, әңгіме айтқан жақсы көреді. Любой өсекті айтуға болады оларменше, любой темада әңгіме айтуға болады. Еще әңгімелерді қызықты қылып айтады ғой, білмейтіндері жоқ олардың. Махаббатта өте адал болады. Махаббаттары үшін көп жертваға баруға дайын ғой, көп не дейді, өзінің андай свободасында байлап тастауға, жаңадегі жақсы көргеннің адамның бар айтқанын істейтін бір мінездері бар. Көп адамның қолынан келмейтін, особенно көп нәрсені кешіруге дайын, көз жұма салуға да дайын, үндемей қоя салуға да дайын. Вот сондай адамдар махаббатта өте адал болады. Қояндардың бір уайымшылдығы бар, бір кішкентай бір нәрселер болсын, бір миларында уайымдап жүретін сондай мінездері бар. Бірақ ол қорқақтыққа жатпайды. Негізі қорқақтыққа жатпайды. Өйткені бұлар шешім қабылдағанда, қояндар храбро шешім қабылдайды ғой. Тез әрі жылдам, нақты, храбро шешім қабылдайды бұлар. Жұмыстарына да адал, тиянақты істейді жұмыстарын, ұқыпты, пунктуально істейді. Сосын қолдардың ашықтығы бар. Қолдары өте ашық болады. Өмірде бір қалыпты өмір сүрген жақсы көреді. Андай переменаларды жақтырмайды. Бір қалыпты, өзгеріссіз, спокойный өмірді жақсы көреді. Өздерінің мінезіне сай, салмақты, сабырлы, сондай өмірді жақсы көреді.